Сәлем менің каналымның құрметті тұрақты оқырмандары және жаңадан қосылған оқырмандарым, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кобраны екі түрлі әдіспен, қайнатылмайтын кобраны екі түрлі әдіспен жасаймыз. Ол үшін бізге қызанақ, осылай барлығын дайындап аламыз. Сарымсақ, мінекей бәрін турап, жуып, дайындап, мясорубкаға өткізген дайындап аламыз. Енді өткізіп бастаймыз. Помидорларымызды кезектестіріп салып отыра өткіземіз. Құрметті оқырмандарым, подписация бөлімін басып, жүрекшені басып, астына жақсы сөз комментарияны қалдырып қойсаңыздар, жаңадан шыққан видеолар болса, жаңадан бірінші реден көретін боласыздар. Мінекей хренімізді бөлек ыдыста блендермен помидордың суынан салып, хренді салып, мінекей блендерда өткізіп аламыз. Себебі мясорубкада хрен өтпейді, қатты болады. Егер блендер болмаса, қолмен майдалап турап салсаңыздар да болады. Өте қатты болады. Хренді 1 килограмм помидорға 2-3 грамм хрен салсаңыздар болады. Мен 13 килограмм помидорға 33 грамм хрен салдым. Аскөктеріңізді өздерінің қалауынша осылай турап дайындап аласыз. Аскөк салмасаңыз да болады, өзің қалауыңызбен. Мен өзім аскөк жақсы көретін болғандықтан аскөк салдым. Тұзды қалауыңызбен, мен 13 килограммы толтырып ас қасықпен тұз салдым. Қалауыңызбен тұзда әрқалай болады. Соның үшін дәміне қарай салсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырасыз. Мен кешкісін жасадым. Кешкісін жасап кешке қойып қойдым. Мінекей екі түрлі әдіспен дедім. 5 литрін мен бөлек алып, себебі менде 5 аспирин болған үйде. Аспирин біткен үшін 5 литрге аспирин салдым. Қалған 7 литрына бөлек жасадым. Аспиринімізді жақсылап езіп, ұнтақтап аламыз, ұнтақтаймыз, жақсылап езіп, ұнтақтап аламыз. Қолыңызды байқаңыз, ұрбамаңыз. Осылай езіп, салып, 5 литріңізге салып, бөлек алған, жақсылап араластырасыз. Жақсылап араластырылып, бір тәулікке қойып қоясыз. Мен кешкісін қойдым. Екіншісін тек ештеңе салмай осылай қойдым. Мінекей таңертеңге салуға, банкаларға құюға кірістім. Ол үшін ыдыстарымызды жақсылап, баклажкамызды, банкаларымызды жақсылап шайып, 2-3 қайтадан жуып тазалап аламыз, шайып. Мінекей аспирин салған кобрамды мен баклажкаларға құйып бастадым. Баклажкаларға құйдым. Екінші әдісіміз, мінекей уксуспен жабамыз. Жақсылап араластырылып, мінекей банкаларға құйып, жақсылап араластырып, аспиринді ұнатпайтын, қаламайтын кісілер осылай жасаса болады. 1 литрге 1 шай қасық уксус құйып, осылай жай крышкаларда жауып, холодильникте, балкондарда, погребтерде, погреб бар кісілер погребтерде сақтаса болады. Күн түспейтін жерлерде сақталу керек. Морозильникте сақтауға болмайды, қыздар. Морозильникте сұйылып, дәмі кетіп қалады. Осылай некей жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар.